Куала-Лумпур халықаралық әуежайы. 2017 жылдың 13 ақпаны, таңғы 9:00. Ауа ылғалды. Отынның, тәттілердің және сан түрлі әтірдің әлсіз иісі сезіледі. Орта жастағы, өзіне сенімді, дауысы қатты ер адам Макауға ұшатын рейстің тіркеу орнына қарай бет алды. Ол ірі денелі, үстінде ашық көк шалбар. Паспортында Ким Чхоль деген есім жазылған, бірақ бұл оның шын аты емес еді. Кенеттен екі жас әйел әртүрлі жақтан оған жақындайды. Бірі арт жағынан бетіне сұйықтық сіңірілген сулықты басады. Екіншісі дәл сол әрекетті алдынан қайталайды. Барлығы небәрі 2,33 секундқа ғана созылды. Содан кейін олар жолаушылар ағынына сіңіп, сабырмен кетіп қалады. Олар өздерін үшін түсіріліп жатқан әзіл, оспақ бейнероликке қатысып жүрміз деп ойлаған. Жалғастырмас бұрын кішкентай өтініш, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Бұл біз үшін үлкен қолдау. Біз King Chhol деп атайтын ер адам ақпарат үстеліне келеді. Ол сабырлы күйде біреудің бетіне сұйықтық шашқанын айтады. Қызметкерлер оны медициналық пунктке алып барады. Бірнеше минуттан соң ол тырыса бастайды. Аузынан көбік шығады, тамыр соғысы баяулайды. Жедел жәрдем көлігінде ол көз жұмады. Дәрігерлер абдырап қалады. Жарақат жоқ, тұншығу белгілері де байқалмайды. Бірақ мәйітті ашу таңғаларлық шындықты көрсетеді. Қанынан, терісінен және көзінен затының ізі табылды. Бұл синтетикалық жүйке, паралитикалық әскери Куала-Лумпур халықаралық әуежайы. 2017 жылдың 13 ақпаны, таңғы 9:00. Ауа ылғалды. Отынның, тәттілердің және сан түрлі әтірдің әлсіз иісі сезіледі. Орта жастағы, өзіне сенімді, дауысы қатты ер адам Макауға ұшатын рейстің тіркеу орнына қарай бет алды. Ол ірі денелі, үстінде ашық көк шалбар. Паспортында Ким Чхоль деген есім жазылған, бірақ бұл оның шын аты емес еді. Кенеттен екі жас әйел әртүрлі жақтан оған жақындайды. Бірі арт жағынан бетіне сұйықтық сіңірілген сулықты басады. Екіншісі дәл сол әрекетті алдынан қайталайды. Барлығы небәрі 2,33 секундқа ғана созылды. Содан кейін олар жолаушылар ағынына сіңіп, сабырмен кетіп қалады. Олар өздерін үшін түсіріліп жатқан әзіл, оспақ бейнероликке қатысып жүрміз деп ойлаған. Жалғастырмас бұрын кішкентай өтініш, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Бұл біз үшін үлкен қолдау. Біз King Chhol деп атайтын ер адам ақпарат үстеліне келеді. Ол сабырлы күйде біреудің бетіне сұйықтық шашқанын айтады. Қызметкерлер оны медициналық пунктке алып барады. Бірнеше минуттан соң ол тырыса бастайды. Аузынан көбік шығады, тамыр соғысы баяулайды. Жедел жәрдем көлігінде ол көз жұмады. Дәрігерлер абдырап қалады. Жарақат жоқ, тұншығу белгілері де байқалмайды. Бірақ мәйітті ашу таңғаларлық шындықты көрсетеді. Қанынан, терісінен және көзінен затының ізі табылды. Бұл синтетикалық жүйке, паралитикалық әскери Тағынан тайдырылған ханзада Ким Чон Нам 1971 жылы дүниеге келді. Ол Ким Чен ер мен оның алғашқы махаббаты, актриса Сон Фе Римнің ұлы еді. Қан құқығы бойынша ол заңды мұрагер саналатын. Балалық шағы байлық пен оқшаулануда өтті. Әкесі оны кішкентай генерал деп еркелететін. Ол Пхеньяндағы жеке резиденцияда өсті. Импорттық ойыншықтар, шетел фильмдері, заманауи техника бәрі болды. Оны билікке дайындады. Швейцарияда, Ресейде оқыды. Бірнеше тілде сөйледі. Экономика мен компьютерге қызықты. Болашақ көшбасшы ретінде қаралды. Бірақ оның бір өлімге апарар кемшілігі бар еді, ол тым ашық болды. Ол салыстыра бастады, сұрақ қойды. 2000 жылдардың басында Қытай үлгісіндегі экономикалық реформаларды қолдап, ашықтық қажет екенін айтты. Шуйши идеологиясы үстем елде бұл сөздер сатқындықпен тең еді. Масқара және жер аудару 2001 жыл тағдырлы болды. Ким Чон Нам Токионың Нарита әуежайында Доминика Республикасының жалған паспортымен ұсталды. Ол отбасын Диснейлендке апармақ болғанын айтты. Бұл жанжал оны халықаралық масқараға айналдырды. Өшпейтін дақ болды. Осыдан кейін ол қорғансыз қалды. Мака, Бейжің, Сингапур арасында өмір сүрді. Биліктен шеттетілді, бірақ тірі жүргені қауіп еді. Қытай үшін ол қосалқы нұсқа болатын.
Ал бұл кемшін ын үшін жол берілмейтін қауіп еді. Білімге толы шекара біз және қашқындар екі Корея арасындағы шекара жер бетіндегі ең милитаризацияланған аймақ. Бұл қорқынышпен қоректенетін сызық. Ол Корея демилитаризацияланған аймағы, ДНС деп аталады. Атауы парадоксқа толы. Ұзындығы 250 километр, ені 4 километр ғана болатын жіңішке жер жолағы. Бірақ бұл бейбітшілік аймағы емес. Бұл миналарға, электрлі тікенек сымдарға, күзет мұнаралары мен бетон бекіністерге толы өлім белдеуі. Екі жақта тәулік бойы шамамен 2 миллионға жуық сарбаз қару асынып тұр. Ұңғылары біріне бағытталған. Бұл шекарадан өту мүмкін емес сияқты көрінеді. Бірақ 2017 жылдың қарашасында бір адам тағдырын сынап көруге бел буды. О Шон Сон, 25 жастағы сержант, әскери әулеттің ұлы, шекарада қызмет атқарған. Ол бүлікші емес еді. Бірақ үмітсіздік қорқыныштан басым түсті. 13 қараша күні ол әскери джипке отырып, 72 сағат көпірі бағытында зымырап шықты. Бірақ межеге жете алмай, көлігі орға түсіп қалды. Ол көліктен секіріп шығып, жүгіре жөнелді. Сол сәтте әріптестері оқ жаудырды. Бақылау камералары 4 солдаттың артынан оқ атқанын тіркеді. Олардың бірі тіпті бірнеше метрге шекара сызығынан асып кеткен. Бұл бітім шартын өрескел бұзу еді. Шон Сон 5 оқ алды, тізесінен, қолынан, арқасынан, кеудесінен. Бір оқ ішіне тиді. Ол көп қан жоғалтып, қабырға түбіне құлады. Оңтүстік Корея сарбаздары өмірлерін қатерге тігіп, еңбектеп барып, оны оңтүстік жағына сүйреп өтті. Тікұшақ оны Аджу университеттік ауруханасына жеткізді. Ол қанның жартысынан көбін жоғалтқан еді. Ота кезінде дәрігерлер шошынарлық көрініске тап болды. Ішегі Корейда құрттарына толы еді. Ең ұзын құрттың ұзындығы 27 сантиметрге жеткен. Тәжірибелі хирург Ли Гук Шон 20 жылдық қызметінде мұндайды көрмегенін айтты. Бұл жағдай дағы медицина мен тамақтану жағдайының шынайы көрінісін ашты. Ластың айтқыштар, антисанитария, созылмалы аштық. Шон Сонның оқиғасы бүкіл әлемге тарады. Көп операциядан, ұзақ оңалтудан кейін ол тірі қалды. Оның қашуы еркіндікке деген үміттің символына айналды. Бұл режим адамдарды тоқтату үшін қандай зорлыққа дайын екенін көрсетті. Қарусыз әріптесіне арқасынан ату бұйрық, ал бұйрыққа қарсы шығу мүмкін емес. Солтүстік Кореяда қашу сотсыз және тергеусіз бірден өлім жазасына кесілетін қылмыс. Әрбір қашқын билікке шақыру. Әрбір аман қалған жоқшылық пен бостандыққа деген шөлдің тірі дәлелі. Діні жай ғана физикалық қоршау емес. Бұл үміт пен өлім түйіскен шекара. Ақпаратқа қарсы соғыс және Корей мәдениеті Пхеньян режимі шекараны тек қарумен ғана қорғамайды. Ол әлде қайда тыныш, бірақ аса қатыгез соғыс жүргізіп отыр. Бұл саны үшін соғыс. Билік үшін ең қауіпті жау зеңбірек емес, ақпарат. Шетелдік фильм, ән немесе әңгіме сырттағы әлемнің басқа екенін көрсететін кез келген нәрсе қауіп. Әсіресе Оңтүстік Корея. Оның фильмдері, сериалдары, бай, еркін, заманауи қоғамның бейнесін көрсетеді. Еркін махаббат, таңдау, саяхат, жарқыраған қалалар, технологияға толы өмір. Мұның бәрі пропаганда құрған мифтерді қиратады. Сондықтан, мұндай ақпарат күмән тудырады, ал күмән режим үшін өліммен тең. 2020 жылы заңдар бұрынғыдан да қатал болды. Шетелдік контентті көру, сақтау немесе тарату жылдар бойғы каторга. Ал таратқандарға өлім жазасы да берілуі мүмкін. Бірақ қорқынышта басқа өмірге деген шөлді жоя алмады. Флешкалар мен жад карталары Қытай арқылы жасырын өтеді. Түнде перделер жабылып, сыбырмен қаралады. Бұл үнсіз қарсылықтың түрі, әсіресе жастар арасында. Билік адамдарды қорқыту үшін көрсетілім соттарын өткізеді. Видео жазбаларда 2 жасөспірімді ашық алаңға шығарып, бастарына қап кигізіп, қолдарын байлағанын көруге болады. Айып, Оңтүстік Кореялық фильм көргені үшін. Оларға ауыр еңбек жазасы беріледі. Басқа кадрларда Корей сәніне еліктегені үшін ұсталған қыздың шашын алып, көпшіліктің алдында кінәсін мойындатқызады. Бұл абсурд көрінеді. Бірақ жынсы мен сериалға қарсы күрес режимнің өмір сүру мәселесі. Өйткені, адам басқа өмірдің бар екенін көрсе, неге біз бұлай өмір сүруіміз керек? Деген сұрақ туады. Бұл сұрақ ең қауіптісі. Кішкентай жарықшақ бүкіл бөгетті бұзуы мүмкін.
Аштық биліктің құралы 2020 жылы Солтүстік Корея соңғы 10 жылдықтардағы ең ауыр азық-түлік дағдарысын бастан өткерді. Азық өндірісі 4 миллион тонна болса, ең төменгі қажеттілік 5,5 миллион тонна еді. Бұл жүздеген мың адамға өлім үкімі. Мәселе табиғатта емес, саясатта. Аштық бұл жерде апат емес, басқару тетігі. Азық адалдық деңгейіне қарай бөлінеді. Бұл дерегінше, ондаған миллионнан адам аштықтан зардап шегеді. 140 мыңнан астам бала ауыр аштық жағдайында. Ракета әрқашан наннан маңызды. Қорытынды. Мінсіз тоталитарлық жүйе бұл кездейсоқ қатыгездік емес. Бұл мұқият жобаланған жүйе. Солтүстік Корея абсолютті диктатура. Оның жалғыз мақсаты киім әулетінің мәңгі билігін сақтау. Қорқыныш, оқшаулау, пропаганда және тұлға культі осы жүйенің тірегі. Әр адам әрі құрбан, әрі бақылаушы. Бірақ 21 ғасырда толық оқшаулану мүмкін емес. Әрбір флешка жарықшақ, әрбір қашқын шындықтың дауысы. Сұрақ біреу, бұл жүйе мәңгі ме, әлде баяу құлдырауға бет алды ма? Пікіріңізді жазыңыз. Қарағаныңыз үшін рахмет.